Бонжур Қазақстан. Франция Версальдан жалынды сәлем. Мұнда келуіміздің бірнеше себебі бар, соның ең негізгілерінің бірі саналатын Версаль сарайы. Жыл сайын мыңдаған туристерді өзіне тартып тұратын Франция ғана емес, жалпы Еуропадағы әлемдегі ең танымал тарихи ғимараттардың бірі осы. Франциядағы саяхатымызды ең алдымен осы ғимаратпен Версаль сарайымен таныстырудан бастасақ. Тарихы 13 ғасырдан бастау алатын сарай 18 ғасырға дейін Франция корольдерінің ресми резиденциясы болып келген. Монархия режимі құлаған соң Версаль сарайының мәртебесі төмендеп, Наполеон билегенде қайта қалпына келтіріледі. Версальға қызыққан туристер ғана емес, хандар да болған. Мәселен, бірінші Петр осы сарайға еліктеп Петерговты тұрғызған деседі. Сондай-ақ Виктор Януковичтің Межгорьесімен ұқсататындары көп. Сарайының жалпы ауданы 8 гектардан асып жығылады. Яғни мынадай үлкен сұлулықты бір күнде көріп өту үшін арнайы транспортқа жүгінесіз, сағатына 36 евро. Және бұл сарайдың айналасында фонтандарға өте үлкен акцент қойылған, 1400-ден астам саны бар. Және қазір біз келе жатқанымыз туристердің ең сүйікті және танымал фонтаны, фонтан Ладоне деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұның басты ерекшелігі ортасында әйел бейнесінде мифтік құдай бейнеленген. Версаль сарайының айналасында орналасқан тағы бір танымал ғимараттардың бірі үлкен Трианон сарайы мінекей. Бұның басты ерекшелігі қабырғалары қызғылт түсті мәрмәрден жасалған. Қараша айында мұнда жаңбырлы екен. Сондықтан қол шатыр іздеп 5 еуроға таптым, бірақ сапасыз болып шықтым. Мария Антонуэлла ауылына келдік. Бұл ауылдың пайда болуына есім берілген патшайым түрткі болған деседі. Негізгі сарайдағы өмірден шаршаған ол жақын маңнан ауыл тұрғызып, мына секілді үйлер көтеріп, кейін өзінің өмірінің біраз бөлігін осында өткізген екен. Және ең басты ерекшелігі, бұл ауылға кіру үшін патшайымның шақыртуы қажет болған, онсыз кіру мүмкін емес дейді. Өйткені мына ауылдың айналасының барлығы шұңқыр және кезінде бұл жерде су болған. Жаңағы әңгімеміздің дәлелі ретінде, яғни кез келген адам қалауымен кіре алмаған. Әңгімемізді Версальдан басты келудегі мақсатымыз салмақ пен өлшем бойынша 27-ші бас конференцияға бұрсақ. 60-тан астам елден 300-ге жуық делегат жиналған. Қазақстан Сауда министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитеті мен Қазстандарт атынан ұсынылған. Шараның басты мақсаты метрология саласындағы ортақ сұрақтардың жауабын бірге табу. Мәселен, уақыт дәлдігі. Ол дегеніміз уақыт пен жиілік өлшем бірлігі, уақыт пен жиілік бірлігінің қайта қарастырылуы дегеніміз. Мысалға, қарапайым халыққа ол қатты білінбеуі мүмкін. Мысалға, күнделікті өмірде біз тек қана секунданың дәлдігі бізге жеткілікті қарапайым адамға. Бірақ та ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, оларға наносекунд, одан да секунданың яғни бөлінуі, қандай да бір бөліктерге бөлінуі, ол ғылымға маңызды. Делегация Қазақстанның дүниежүзілік метрология күнін ЮНЕСКО оқиғасы деп тану туралы ұсынысын қолдады. Енді бұл шешімді ЮНЕСКО бас конференциясының 42-ші сессиясы ратификациялайды. Қазір біз Қазақстанның Франция Париж қаласына орналасқан елшілігіне келдік. Төбеде туымыз ілініп тұр және кіреберісте елтаңбаны байқауға болады. Мұнда келуіміздегі мақсатымыз екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың бүгінгі деңгейімен танысу. Осы жылдың 10 айына келетін болсақ, екі елдің тауар айналымы 2,5 миллиард долларға жетіп, 6,1%-ға өсіп отыр. Қазақстаннан импортталатын тауарлардың ішінде мұнай, уран, сонымен титан болып отыр. Сонымен қатар аталған шикізаттардан жасалынатын әртүрлі тауарлар. Осымен 4 күнге созылған Франциядағы жұмыс сапарымыз тәмам. Күндеріңіз сәтті өтсін.